Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, қарапайым заттардан жасалынатын өте дәмді, әрі фанта қосылып жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген батырманы басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып, үстіне қантымызды қосып, қалауларыңызға қарай ванилин қоссаңыздар болады. Енді осыны миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен аппақ масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Толық рецепті описаниядан қарасаңыздар болады. Біздің массамыз осындай аппақ болып көтеріледі. Массамыздың үстіне 1 стакан толтырмай фанта сусынымызды құйып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сұйық майды үстінен құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қосқышымызды салып, ситаның көмегімен массамызға 2-3 реттен бөліп өткіземіз. Достар, қазақша контент, қазақша футблогтың дамуына үлес қосып, каналымдағы қызыл подписаться деген батырманы басып, қасындағы колокольчикті басып қоюларыңызды сұрайым. Сонда менің әрбір шыққан видеоларымды жібермей көріп отыратын боласыздар. Массамызды венчиктің көмегімен астынан үстіне қарай ақырындап араластырамыз. Біздің массамыз дайын, осылай қою болып шығады. Оны 20 диаметрлі формамызға салып, қызып тұрған пеште 30-40 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Бет жағын осылай тегістеп, әсемдік үшін бетіне апельсин қоссаңыздар болады. Мен осылай да пісірдім. Осымен біздің фанта қосылып жасалынатын пирогымыз дайын. Формадан суығаннан кейін барып алыңыздар. Бетін әдемілік үшін жай ғана мен қант ұнтағын қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қолдансаңыздар болады. Кесілуі де өте жұмсақ кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз ғана уақыттың ішінде дайын болатын пирог өте дәмді. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген батырманы басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттермен бөлісетін болам. Алдын ала рахмет.